Angry Birds istеп жатсың. Бүгін осы видеода мен 3-ші фильм қашан шығатынын айтамын. Болашақта қандай коллаборация жасауы мүмкін айтамын. Және қандай коллаборациямен жасады. Және Майнкрафтта қандай Angry Birds'қа ұқсаған мини ойын жасауға болады. Осының бәрін менің видеомда көре аласыздар. Жалпы біз қазір Angry Birds жайлы минимальный ақпарат айтып кетейін. Angry Birds ойыны Rio компаниясының 22-ші ойыны. Бұл ойын компания банкроттықтан құтқарып қалған және жастар арасында 14-терде 10-дарда болғанда бұл өте танымал ойын еді. Мен өзіме қызығамын. Легендарный ойын для меня. И ойын көптеген рекордтар бұзған екен. 6 ай ішінде 500 миллионнан 1 миллиард жүктелімге жеткізген. Өте керемет жетістік. Ойын өте ерекше, физикасы бар, қирату және құстардың жұмыртқасын ұрлап кеткен, соны құтқару барысында көптеген құрылыстарды бұзу. 2018 деректерге байланысты тексерсек, ойынның бүкіл сериясының жүктелуі 4 миллиард тартылымнан асқан. 4 миллиард. Қазір жер шарында 8 миллиард адам тұрады. Ойланып қараңыздаршы. Не деген танымал, не деген масштаб. Ойынның классикалық версиясы бар, бұның 2-ші бөлімі бар, тағы көптеген бөліктер бар. Ойын өзінің идеясымен ерекшеленеді. Енді біз келесі тақырыпқа өтсек, Майнкрафтта қалай жасауға болады? Өте оңай. Міне дәл осылай жасайсыздар. Бірінші рогатканы қойып аласыздар, 3 блок қоясыздар, жанын көтересіздер. И сары слайм жаңадан шыққан мобты ішіне тит қойып, зажигалка беріп, қылышпен ұрып лақтырасыздар. Уже жауларыңызға қандай стройка берсеңіздер ойлайсыздар. Достарыңызбен қамал қойып, бір-біріңіздерге жануарды қорғау ойынын ойнасаңыздар болады. Бұл мини ойын, прям масштабный емес. Но локацияларды ауыстыруға, жаңадан настройка құруға болады. Вот мен жасап көргенім минималистичный, дайын. Обзор атамыз, тексеріп көреміз. Зажигалканы жағамыз, атамыз. Тістеп тұр. Өте жақсы, бірақ дәлдікті дұрыстау керек маған, өкінішке орай. Ол толығымен тістеп тұр, достар. Біз келесі темаға өтсек, қалай қарайсыңдар? Angry Birds'пен қазіргі уақытта қандай коллаба жасады? Ол коллаба, ол ойында легенда. Видеоның басы Server Shorts'тағы охранниктен басталады, және Red'дің соғысуымен. Не деген легендарный анимация. Анимация демайым, видео десем де болады. Өйткені балалық шақтарымызда ойнаған ойындарымыздың бірі. Бізді Чак пен Ред алдымыздан шығады. Олар жаңа персонаж ретінде қосады деп ойлаймын. Новидің пропасқа жинайтын жұмыртқа. Скиндердің анимациясы бар екен. Жаңадан Даскел қосады екен ойынға. Тағы не бар? Жұмыртқа ивенті. Түсінік. Server Shorts тартамау осы қазір. Angry Birds өзінің TikTok аккаунтына 2 куат істеп қойған, 2 легендарный ойын деген мағынасында. Бізде Brawl Stars пен болашақта коллаба болуы мүмкін. Өйткені біздің Angry Birds'чіктер намекать етіп жатыр. Фильм бізде 23 декабрьда шығады. Сау болыңдар.